Жалпы проблемалар қандай қазір қиындықтар бар? Меніңше біріншіден бұл былай қарағанда доступность. То есть адамдар оған кіру үшін, оны қолдану үшін әлі уақытта оған үйрену керек біріншіден. Себебі бізде көптеген сайттар бар, көптеген бізде платформалар бар, соларға үйрену керек, түсіну керек, қалай кіру екен, қалай оны жұмыс жасап білу керек екен. Сосын соның ішінде айта кететінім, көптеген мысалы данныйлар ішіне енгізілген жаңартпаған. Яғни жаңа емес, яғни обновление жасалмаған, ескі, оны обновление, жаңарту жасайтын бөлек жұмыс. Сондықтан меніңше ол бір қиындықтардың бірі, сонымен әлі не істей алмайтынымыздың. Ол біріншіден, екіншіден айта кететінім, қазір уақытта өте көп, мысалы хакерлық не бар дейді, атака бар дейді, соларға қатысты хакер болсын, басқа мошенниктер болсын, сонымен қолданатындар бізге қауіпсіз жағынан IT система бойынша қауіпсіздік системасы дұрыс енгізу керек деп ойлаймыз. Заң бар ма осыны қорғайтын негізінде? Заң бар. Заң бар, иә? Заң бар, бірақ сөздің шыны керек, біздің мамандарға әлі не керек? Опыт, білім, соны не істеу үшін, себебі дейтін жасанды интеллекттің қазір сол пайдасы бар, зияны да бар. Дұрыс және бұрыс жағы бар, соның жолдары. Оны не істеу үшін, меңгеру үшін ол күн сайын, әр сағат сайын не істеп тұрады, әлем бойынша жаңардап. Оны үйрену керек, оны актуалдық нелерін бәрін адам дейтін күн сайын не істеу керек, оқып, тексеріп, соған қарай бөлек бір сондай қиындықтар бар.